Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған телефон арқылы қалай ақша табуға болатынын айтатын болам, оның ішінде приложение арқылы. Бұл видеоны түсірместен бұрын мен біраз приложениелерді скачать етіп алып, тексеріп қарадым. Сол тексеріп қараған приложениелердің арасындағы ең нормальнысын саған көрсеткім келіп отыр. Бұл приложение арқылы жұмыс жасадым. Бұл приложение арқылы көп ақша таба алмайсың, сразу айтам. Бірақ бұл приложение арқылы мен өзім жұмыс жасап, тапқан ақшамды телефон счетыма шығарып алдым. Яғни бұл приложение арқылы ақша тауып, бұл приложение арқылы тапқан ақшаңды шығаруға болады деген сөз. Егер де тағы да телефон арқылы ақша табуға арналған сайттар туралы видео түсіргенімді қалайтын болсаң, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен видеоны бастаймыз. Сонымен телефон арқылы ақша табу үшін саған мынандай приложение керек, AdverTap деген. Бұл приложение арқылы көп ақша таба алмайсың. Сразу айтып отырмын. Сосын бұл приложениенің ссылкасы осы видеоның описаниясында. Егер де бұл приложение арқылы ақша тапқың келетін болса, сосын 5 рубль ақша тапқың келетін болса, мынандай код жазасың: 9D8F6 деген. Бұл кодта осы видеоның описаниясында болады. Бұл түсінікті. Сосын бұл приложение арқылы тағы да 5 рубль табуға болады. Ол үшін профиль деген кнопкаға басасың. Сосын ВКонтактедегі страницаңды осы сайтқа привязка жасайсың. Менің ВКонтактедегі страницам бұл приложениеге привязка жасаулы тұр. Сондықтан да мен 5 рубль таба алмаймын. Уже 5 рубльді тауып тастадым. Бұл приложениеге ең алғашқы рет кірген кезде. Сосын тағы да мынандай қызық нәрсе бар: марафон деген. Мысал үшін 7 күн қатарынан кіріп, осы приложениеге ақша табатын болсаң, 8-ші күні саған AdverTap бір аптада тапқан ақшаң бойынша 5% ақша төлейді. Бұл да түсінікті. Енді бұл приложение арқылы ақша табу үшін не істейсің? Новые деген кнопкаға басасың. Мына жерде мысал үшін приложениелер шығады. Ең алғашқы рет AdverTap'ты установить еткен кезде көп приложение шығады. Сол приложениелердің барлығын скачать етіп аласың. Мысал үшін мына жерде мынандай приложение тұр қазір. Мен бұл приложениені скачать етіп алмаймын, себебі бұл приложениені скачать етіп ала алмаймын. Басқа адамдар да скачать етіп ала алмайды. Көптен бері тұрған приложение бұл. Осындай приложениелер шығады. Мысал үшін скачать етіп аласың, установка жасайсың, содан кейін ашасың 30 секундқа. Келесі күн ашасың, тағы да 3-ші күн ашасың. Содан кейін 4-ші күні уже мына приложениені удалить етіп тастауға болады. Мысал үшін қазір менде активные деген екеуі бар. Мынандай приложениені скачать етіп алдым. 2-ші күн ашам, 3-ші күн ашам, 8-ші күн ашам. Уже 9-ші күні удалить етіп тастауға болады. Мына приложениені установка жасағаным үшін 4 рубль ақша төледі. Екінші приложениені скачать етіп установка жасағаным үшін 3 рубль 10 копейка төледі. Жалпы әр приложениеге әртүрлі бағада төлейді. Сосын историядан қарауыңа болады, қандай приложениелерді скачать етіп алып, қандай приложениелер арқылы ақша тапқаныңды қарауыңа болады. Ол үшін история дегенді басасың. Мысал үшін мына жерде 6 рубльдің приложениесін скачать етіп алып, установить етіп, условияларының барлығын орындадым. Тек 16-ші күні ашып аппын. Сосын бұл AdverTap'ты установить еткен кезіңде көп тапсырма болады. Содан кейін тапсырмалар азайып қалады. Мен осындай приложениелердің бір 10 шақтысын скачать етіп алып, 10 шақтысын тест жасап көрдім. Солардың арасындағы ең нормальныйсы AdverTap. Басқаларының барлығын удалить етіп тастадым. Сосын бұл приложение арқылы тапқан ақшаңды минимально 25 рубль болған кезде шығарып ала аласың. Тек қана мобильный счетыңа. Kiwi кошелек жасамайды, WebMoney жасамайды. Тек қана телефон счетыңа шығарып ала аласың.
Мына жерге тапқан ақшаңды жазасың. Мысалы үшін 25 рубль таптың ба? 25 деп жазасың. Окей деп басасың. Мына жерге сосын номерің жазасың. Номеріңді 702 немесе 701 деп сразу жазасың. Алдына 8702 деп жазбайсың. Плюс 7 деп бастамайсың. Тек қана 702 немесе 701 немесе 777 немесе 775 немесе 776 деген сияқты алып жазасың. Вывести дегенді басасың. Ақшаң сразу түспейді телефон счетыңа. 1-2 күнде ме түседі. Бұл түсінікті. Мен бұл приложение арқылы тек қана бір рет ақша шығардым, 98 рубль. Себебі бұл приложениемен көп жұмыс жасаған жоқпын. Неге дейтін болсаң, бұл приложениеде тапсырмалардың саны өте аз. Сосын қандай да бір проблемалар болып қалса, поддержке жазуыңа создать заявку дегенді басасың. Создать заявку, сұрағың болса, сұрағыңды қоясың. Орысша бірақ. Бұл да түсінікті. Сосын рейтинг деген нәрсе бар. Қаншалықты бұл приложение арқылы тапсырмаларды көп орындасаң, саған очко беріп отырады, сосын саған орын беріп отырады. Мысалы үшін, аптаның ең мықты 100 қолданушыларының арасында қосылатын болсаң, 25 рубль төлейді. Ал егерде айдың ең мықты 100 қолданушыларының арасына кіретін болсаң, 50 рубль төлейді. Яғни, бір айда 4 рет аптаның 100 мықты қолданушыларының арасына қосылсаң, 100 рубль табасың. Ал айдың ең мықты 100 қолданушыларының арасына қосылсаң, 50 рубль табасың. Яғни, бір айда 150 рубль ақша табуыңа болады деген сөз. Онда да активный болатын болсаң. Бұл да түсінікті. Жаңағы айтқанымдай, бұл приложение арқылы көп ақша таба алмайсың. Себебі адвертапта тапсырмалардың саны өте аз. Бірақ рефералдар шақыру арқылы көбірек ақша табуыңа болады. Тіпті мен көп ақша табатын адамдарды да көрдім. Сенде солар ұқсап ақша табуыңа болады, бірақ рефералдар шақырасың. Рефералдар шақыру үшін рефералы дегенді басасың. Мына жерде, мысалы үшін, ваш код приглашение деп жазылып тұр, менің кодым жазылып тұр мына жерде. Сенде өзіңнің кодың бар. Сол кодың арқылы рефералдар шақырасың. Сонда ғана көбірек ақша табуыңа болады. Басқаша бұл приложение арқылы көп ақша таба алмайсың. Жалпы көп адамдар сұрайды, адам шақырмайтын сайттар жоқ па деп. Ондай сайттар өкінішке орай жоқ. Сондықтан да осындай сайттармен, осындай приложениелермен жұмыс жасауға тура келеді. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Адвертаптың ссылкасы осы видеоның описаниясында болады. Сосын кодымды да тастап кетем видеоның описаниясына. Егерде 5 рубль ақша тапқың келетін болсаң, менің кодымды жазасың. Ал егерде тапқың келмейтін болса, жазбай қойсаң болады. Сонымен бұл видео саған ұнаған болатын болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алдым деп ойласаң, міндетті түрде бұл видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Алдағы уақытта әлде неше түрлі қызықты, өте керемет видеолар шығаратын боламын. Сондықтан да қазақша онлайн бизнес каналына жазыл, және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен келесі видеода кездескенше.